Саламатсыздар ма? Химия пәнінің мұғалімі Тубаева Айгүл Оңғарбайқызы. Қазіргі есеп шығаратын есебіміз тотықтырғыш және тотықсыздандырышқа арналған реакция. Яғни бізде есептің берілгенде темір 2O3, яғни темірдің 3 валентті оксиді көміртектің 2 валентті оксидімен әрекеттескенде темір және СО2 көмірқышқыл газы түзіледі. Яғни балалар, бұл жерде бізде берілгенде тотықсыздандырғыш 6 моль берілген болса, онда қанша грамм тотықтырғыш түзіледі деген сұрақ екен бізде. Ал енді бірінші реакцияда тотықтырғыш тотықсыздандырғышты тауып алу үшін бірінші тотығу дәрежесін тауып аламыз. Плюс 3 минус 2. Мына жерде оттектікі минус 2, онда көміртектікі плюс 2. Темір жай зат болған үшін тотығу дәрежесі 0-ге тең, оттектің тотығу дәрежесі минус 2, көміртектікі плюс 4-ге тең. Яғни плюстар мен минустар тең болып тұру керек, оны білеміз. Енді бұл жерде темірдің тотығу дәрежесі 3-тен 0-ге төмен түсіп жатыр. Феррум плюс 3, тотығу дәрежесі феррум 0. Тотығу дәрежесі төменге түссе, онда бізде ол тотықтырғыш болады. 3 тотығу дәрежесіне түсіп жатыр, сондықтан да ол 3 электрон өзіне қосып алып жатыр. Келесі бізде көміртек плюс 2 тотығу дәрежесінен көміртек плюс 4 тотығу дәрежесіне жоғарылап жатыр. Яғни 2 электронға жоғарылады, яғни минус 2 электрон болады. Бұл жерде көміртек тотықсыздандырғыш. Енді электрон беріп жатқан, электрон алып жатқан баланс жоқ. Электрондық баланс жасау үшін біз 6-ға келтіреміз. Екеуінің ортақ еселігі, яғни 6. 6-ны 3-ке бөлетін болсақ 2, 2-ні 6-ға бөлетін болсақ 3. Яғни темірден 3 ал, ал темірден 2, ал көміртектен 3 ал деп тұр. Оны біз астына жинақтап жазамыз. 2 плюс 3, қосу 3С плюс 2, реакциядан кейін 2 феррум 0 плюс 3С плюс 4. Яғни бізге осы тотығу дәрежесі бар заттардың алдына осы коэффициенттерді қой деп тұр. Темірде 2, темір 2, темір 1, яғни алдына 2 қоямыз. Көміртек 3 болсын деді, 3 қойдық. Көміртек плюс 4, 3 болсын деді, 3 қойдық. Яғни бізде тотықсыздандырғышымыз көміртек. Көміртектің молі бізге 6 моль берілген, ал темір 2O3 1 моль ғана жұмсалған. 1 мольға 3 моль көміртек монооксиді жұмсалатын болса, онда 6 мольге қанша моль темір оксиді жұмсалады? Темір 3 валент оксиді, яғни 3 есе көп, онда 3 есе 6-дан аз болса, онда 2 моль деген сөз. Енді массасын табатын болсақ, масса феррум 2O3-ті 2 мольді көбейтеміз малярлық массасына. Феррум 2O3-тің малярлық массасы 160, яғни 56-ні 2-ке көбейтеміз 112, оттектікі 16-3-ке көбейтеміз 48, сонда бәрін қосқанда 160 граммна моль. Енді моль мен моль қысқарылады, 2-ні 160-ға көбейтетін болсақ 320 грамм. Яғни жауап 320 грамм.